Кылганды арманымай оксатканмын, өлгүңдө көңүлүмө кыстатканмын. Максатым болгон болот. Бул жерде жүлделүү орундарды берип, максатыма жеттим деп ойлойм. Ата-аналар да, окуучулар да мәз-майрам болуп, кичине еңселери көтөрүлүп, салауаттуу өмүргө нам надо, оказывается, заниматься спортом, вы неправильно делаете, неправильно питание держим деп маған сондай айтып кеткен болот. Экинчи сынып сабагында ошол жерде мен биринчи жыл каш текшерүү аткарганымда өтө кыйын болуп калган. Ата-аналар менен, окуучулар менен жан-жактан жиналган болуп чыккандан кийин жана кетип калган кыйын болуп кичине окуучуларымды, ата-аналарымды жиноо максатында 8 наурыз күнүнө ата-аналарыма Я тоже хотела сказать спасибо за таких замечательных детей. Знаю, вначале было очень трудно мне, это первый год получается. И сейчас я очень сильно люблю свой класс, своих ребят очень сильно, я им горжусь. Спасибо вам большое и всего рада нас. Осы кезде мен окуучуларымды жинап, осындай ата-аналарымызга сыйлык жасаган болобуз. Бул сыйлыктын ичинде буларга чтобы было вам сладко, который мы достаем вам проблемы, чтобы вы этими конфетами помнили день деп отырып, біз ата-аналарымызға осындай сыйлық жасаған болатынбыз. Осындай өнерімізді қосып, ата-аналарым осы кезде менің қандай сынып жетекші екенімді, оқушылармен жұмыс жасап жатқанымды білген болады. Жарнамалық үкілетін көрсетсеңіздер. Мен 6-шы Б сыныбының қаш жетекшімін, орыс сыныбының. Ол сыныпта 20 оқушы бар, жан-жақтан жиналған оқушылар. Осы буклетті жасайтын кезде маған көмектескен өздері болатын. Олар орын алып отыр, мұнда фестиваль сіздер рұқсат берсеңіздер, мен сыныбым жасаған. Бірлесе отырып, осының барлығын сыныбымен жасадым. Бұл жерде менің өзім жалғыз емес, ата-аналарым да. Мы хотим как первое место, мы поможем вам деп сыйлар кірсіп маған көмектескен болады. Наурыз мейрамында менің сыныбым менімен бірге ою наурыздың ішін неге көріп тұрғандай біз әсемдедік. Сол кезінде мен және менің сыныбым маңдай ойындар жасап көмектестік. Бұнда сабақтан тыс біз денешілік пәнінде білген болатын сабақтан тыс здоровый образ жизни. Мына жерде Астана күніне бәйтерегін рұқсат берсеңіздер. Мынаны мен сыныбымен жасадым. Осыны сізге табыс етуге рұқсат беріңіз. Сіздер қалып, мені есіңізге алып отырасыз деген рұқсат. Назарларыңызға рахмет. Соңғысында дарынды бала, дарынды талантты бала халықтың ең қымбат байлығы дейді. Мен сынып жетекшімін. Мен оны мақтан тұтамын. Мен сіздерге сөз беремін, жақсы азаматтарды тәрбиелеп шығуға. Кіргізген болатым, шын алғыстарын айтып кеткен болатым. Менде сыныбымда әр ұлттың ата-аналары жиналған. 8 наурыз ата-аналарымызды құттықтау кезінде. Дене шынықтыру сабағында. Балаларым неше түрлі секцияларға қатысып, сол кезінде растяжка созуға көмектескен кездері. Мынау 22 наурызда сыныбымен ою өрнек жасауға көмектескенбіз. Гүлдер фестивалында көмегім. Ашық сабағымыздан кейінгі үзінді. 16 желтоқсанда мектепшілік қонақтарымызды шақырып біз көрініс қойған болатынбыз. Сол кезден үзінді.
беріліп жас кезіндегі көрініс. Мына жерде қуыршақ театрын ойнағанбыз. Назарларыңызға рахмет. Мен сынып жетекшімін. Мен жан-жақтымын. Оқушыларымды да сондай қылып тәрбиелегім келеді. Рахмет. Сынып жетекші 2018 байқауының 2-ші орын жүлдегері нөмір 40-шы орта мектептің сынып жетекшісі Нұрмаш Маржан.